Баршаңызға армысыздар. Бүгін семга балығынан духовкада стейк жасайтын боламыз. Семга балығы өте пайдалы, витаминдер мен микроэлементтерге толы және құрамында омега-3 май қышқылдары бар өте пайдалы балық болып келеді. Сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші бізге семганың осындай стейк керек болады. Бұны жақсылап жуып, кептіріп және де тұздап алатын боламыз. Осылай екі жағынан да жақсылап өз қалауларыңызша тұздап аласыздар. Және де бір ас қасық өсімдік майына бір тіс чеснокты қосып, және оның үстіне қара бұрышты қосып, араластырып жібереміз. Және де осы массаны кисточканың көмегімен балығымызға жақсылап жағып шығатын боламыз. Екінші жағын аударып, жақсылап жағып аламыз. Және де осындай противенді алып, оған пергамент қағазын төсейміз. Оның үстіне балығымызды орналастырып, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 15-20 минутқа қойып аламыз. Әр духовка әртүрлі болып келеді, сондықтан сіздер өз пештеріңізге қарай шамалы бозара бастаған кезде дайын болады. Бұл балықты духовкада көп ұстауға болмайды, өйткені құрғақ болып кетеді. 15-20 минуттың арасы өте жеткілікті болады. Міне осылай қызғылт түстес болып піседі. Оны тәрелкемізге салып, жақсылап сәндеп, кез келген гарнирмен, күрішпен, қарақұмықпен және де картоп езбесімен ұсынсаңыз болады. Өте пайдалы және тойымды болып келеді. Баршаңызға ас болсын. Егер рецепті соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, және менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар.